Пропорционалды сайлау жүйесінің енгізілуі партияның қоғам алдындағы жауапкершілігін қаншалықты күшейтеді деп ойлайсыз? Енді бұл пропорционалды сайлау жүйесі бұл өте дұрыс деп ойлаймын, себебі жүйе партиялардың кадрлық саясатын дамытып, институттық рөлін күшейтеді және саяси жауапкершілікті арттырады. Жаңа құрылтай депутаттарының өкілеттік мерзімі 5 жылға белгіленді. Бұл қоғамда жаңартып отыруға және сайлау науқандарының жиілігін тиімді. Бұл палаталы құрылтайдың заң шығару үдерісі үшін оқылымда жүргізілуі, 3 оқылымда жүргізілуі ұсынылды. Алғашқы 2 оқылымда заң жобасының мазмұны айқындалады. 3-ші оқылым заң жобасының заңнамалық дұрыстығын қамтамасыз етеді. Заң шығару үдерісінің үздіксіз болуын қамтамасыз ету үшін парламент болмаған кезде бұл функция президенттің жүктелетін болды. Жалпы пропорционалды бұл сайлау жүйесі халықтың сайлауды өте жақсы өткізуіне және халықтың арасында, өздерінің арасында жалпы әңгімелер аз болуына себебін тигізеді деп ойлаймын. Жалпы халқымызда тыныштық болу керек қой енді.